достар, бүгін дәмі де көрінісі де өте әдемі, витаминге толы осындай капуста салатының рецептімен бөлісемін. Менің арнамды подписаться жасап, қоңыраушаны басып қойып, менің арнамдың дамуына үлес қоса отырыңыздар достар. Алдыменен осындай капуста укропымызды, қияр қызанағымызды, сәбізімізді осылайша турап алатын боламыз достар. Барлығын құрғақ ыдысқа салып, үстінен дәмдеуіштерімізді саламыз. Алдыменен тұзымызды салып алатын боламыз достар. Барлық рецепт осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдыратын боламын. Енді сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, осылайша китайский соль, яғни тәтті тұзымызды салатын боламыз. Салатымызға өте дәм беретін, және паприкамыздан салатын боламыз. Паприка және овощ приправамызды және қызыл бұрышымызды салатын боламыз. Бірінші қызыл бұрышымызды салып, сосын приправамызды салатын боламыз. Приправамызды салып, міне осындай приправа салатын боламыз. Салып, жақсылап біркелкі етіп барлығын араластырып алатын боламыз достар. Міне осылайша барлығын салып, дәмдеуіштеріміздің барлығын салып болдық. Енді барлығын біркелкі қолымызбен осылайша араластырып алатын боламыз достар. Өте дәмі де ерекше, витаминге бай көкөністерден жасалынған. Әлі қонақ келген кезде үй жағдайында оңай ғана жасалатын салатымыздың рецептісі достар. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Достар, міне менің капуста салатым дайын болды достар. Орам жапырақ салат дейді, капуста салат дейді. Салатымыз дайын. Тарелкаге салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Отбасыларыңызға да ұнар сөзсіз достар. Менің істеп жатқан заттарым ұнаса, менің видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар. Маған подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар достар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Алмагүл.